Сәлем баршаңызға. Сіздерге осы қазіргі таңда хит болып жатқан өте дәмді, өте нәзік испанский чизкейктің жасалуын көрсетемін. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы творожный сыр, 4 жұмыртқа, қант және жүгері крахмал қажет. Сонымен қатар майлылығы 33-35% клегей қажет. Алдымен бөлме температурасындағы творожный сыр мен қантты миксермен жақсылап бір текті масса болғанша айналдырып аламыз. Шетіндегі сырды осындай лопатканың көмегімен ортасына түсіріп, қайтадан жақсылап миксерлейміз. Келесі кезекте жұмыртқаны біртіндеп сала отырып, баяу жылдамдықта миксерлейміз. Келесі кезекте сливкиді құямыз және тағы да баяу жылдамдықта миксерлейміз. Соңғы кезекте жүгері крахмалын қосып, тағы да бір мәрте араластырып аламыз. Егер де сіздерде планетарлық миксер болмаса, еш уайымдамаңыздар. Мұны жай вентиктің көмегімен де, немесе қол миксерінің көмегімен де араластыруларыңызға болады. Міне бізде осындай бір текті сұйықтау масса шығады. Осыны диаметрі 18 сантиметрлік формаға пергамент қағазын төсеп, құйып пісіреміз. Ескеретін жағдай, пергамент қағазын формадан асырып орналастыру қажет, өйткені біздің массамыз сұйық және ол пештің ішінде тағы да көтеріледі. Біздің формамыздан ағып шығып кетпес үшін міндетті түрде пергамент қағазын осылай видеодағыдай орналастырыңыздар. Енді осы массаны алдын ала 200 градуста қызып тұрған пешке қойып, кемі 1 сағатта пісіріп аламыз. Біздің піскен чизкейкіміз осылай көтеріледі, ортасы түсіңкірейді және беті осылай күйіп піседі. Испанский чизкейктің бір артықшылығы да осында, яғни бетінің күйіп пісуінде. Енді осыны формада әбден суығаннан кейін ғана біз пергамент қағазын аламыз және кемінде 5-6 сағатқа қойып қоямыз. Міне біздің испанский чизкейкіміз дайын, жасалуы өте оңай, сіздер де жасап көріңіздер. Және де менің каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгерім.